Сәлем достар! Біздің Кукабика арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін біздің арнамызда сіздерге ұнайтын влог үй жинау. Жаңа ғана қонақтарымызды шығарып салдық. Қазір енді мен үйге генеральный уборка жасайын деп жатырмын. Ал онда көп сөзбай уборкамды бастайын. Ал сіздер біздің арнамызға тіркеліп, лайк қалдырып, комментарий жазып бізді қолдап кетіңіздер. Үй жинағанда мен обязательно хлор қолданамын. Сол хлорлы сумен қазір барлық кілем паласының бетіндегі қыл шаштарды осы щеткамен щеткілеп алып аламын. Барлық бөлмелерді щеткілеп, шаш қылlardan тазартып алдым. Енді қазір сыпырғышпен сыпыратын боламын. Енді қазір мен есіктерді сүртейін деп жатырмын. Терезелерді сүртуге осындай фаберліктің затын пайдаланамын. Ал достар, сіздер ше осындай есіктерді, терезелерді сүртуге нені пайдаланасыздар? Ендігі кезек ванна, раковина, айнада. Осы ванна бөлмеде. Енді қазір бізде обойды сүртеміз. Мен обойды жай ғана сумен сүртіп шығамын. Ешқандай жуғыш қолданбаймын. Әйтпесе обойларымыз ашылып кетуі мүмкін. Достар, ал сіздер ше үйлеріңіздегі обойларды сүртесіздер ме, әлде мүлдем сүртпейсіздер ме? Немесе сүрткен дұрыс па, сүртпеген дұрыс па? Сонда комментарийға жазып қалдырып кетіңіздер. Маған қандай кеңес бересіздер? Үй жинап болдым. Енді рахаттанып отырып шай ішуге болады. Үйдің жинақы тап-таза болып тұрса, өзімді күшті сезінемін ше. Ал достар, сіздерде ше сондай сезім болады ма? Қазір енді рахаттанып отырып шай ішемін. Достар, сіздерге бүгінгі үйге уборка жасаған видеоблогым ұнады деп ойлаймын. Міндетті түрде біздің арнамызға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздерден қолдау күтеміз. Әрине біздің арнамызға міндетті түрде тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Сау болыңыздар.